Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге таразыны қажет етпейтін ең қарапайым үйдегі бар заттармен жасалатын өте оңай пирогты жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Дәмді әрі биік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бізге қажетті 2 дана жұмыртқа, қалғанның барлығын стаканмен өлшеп жасайтын боламыз. Үйіңізде кез келген осындай стакандар, бокалдар болсын, барлығымен өлшеп жасай бересіздер. 2 жұмыртқа және де 1 бокал толтырып қант саламыз. Екеуін әппақ масса болғанша жақсылап миксерлейсіздер. Неғұрлым осы әппақ болып көтерілген сайын біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Әппақ масса болғаннан кейін жарты бокал сұйық май, 1 бокал толтырып сүт немесе айранмен сүт қостым, айран қоссаңыздар да болады. Одан кейін разрыхитель саласыздар және де 2 бокал ұн саламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп салыңыздар. Бірден салып жүрмейсіздер. Бірінші 1 бокал саласыздар, содан кейін миксерлеп екіншісін саласыздар. Сонда біздің массамыз басылып қалмайтын болады. Міне 1 келкі болғанша жақсылап миксерлейсіздер. Барлығын осы 1 бокалдың көмегімен өлшеп жасап жатырмыз. Қараңыздар, қандай керемет болып шықты. Осылай шетіндегілерін алып, тағы да 1 миксерлеп жіберіңіздер. Ешқандай түйіршік болмауы керек. Міне дәл осылай жақсылап араластырдық. Егер үйіңізде жаңағыдай миксер болмаса, венчикпен жасасаңыздар да болады. Енді үйіңізде кез келген формаға құямыз. Осылай ұрғылап жібересіздер да 180 градуста пісіретін боламыз. Егер үйіңізде алма болса, алманы үстіне турап салсаңыздар болады. Менде осындай қатырылған малина болатын, малинаны салып жібердім. Ол болмаса, дәл осылай духовкаға салсаңыздар да болады. Осылай 35-40 минут шамасында пісіресіздер. Піскен, піспеген ағаштай ақшамен тексеріп көріңіздер. Міне өте оңай пирогымыз дайын. Пирог әбден суығаннан кейін бар формасынан алып, осылай кесіп ұсына бересіздер. Жеміс жидексіз де өздеріңіз күнделікті үйде осылай жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, қарап тұрғандарыңыздар, әрі өте дәмді. Парақшам пайдалы, сол себепті парақшаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Парақшамда көптеген рецепттер таба аласыздар.